1990 жылы 25 қазанда Қазақстанның егемендігі туралы декларация қабылданды. Қазанның 25 күні жыл сайын егемендік күнін еліміздің басты мерекесі ретінде атап өтуіміз керек. Қазіргі өмірде бәрі тез өзгерді, үлкендер кейде біздің вайбты түсінбейді, бірақ біздің болашақ әлі алдында, жанжал болған қаламаймын біздің арамызда. Қазақ халқымыз өте бауырмалы, әсем астанамызда танымалы, біздің төлқұжат халықаралық таным, дәл қабылдады әлемге шыққалы. Бір аламыз бар, екі дүниеміз бар, үш жүзіміз бар, төрт құбыламыз бар, жеті атамыз бар, алты алашымыз бар, біздің елдік таниды түгіл адамзат. Бірлік, достық, татулық арта берсін Қазақстан, жасасын бейбітшілік, мәңгі болсын көк аспан. Қазіргі өмірде бәрі тез өзгерді, үлкендер кейде біздің вайбты түсінбейді, бірақ біздің болашақ әлі алдында, жанжал болған қаламаймын біздің арамызда. Қазақ халқымыз өте бауырмалы, әсем астанамызда танымалы, біздің төлқұжат халықаралық таным, дәл қабылдады әлемге шыққалы.